Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Райгүлдің каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз мінекей осындай әдемі өрнек тоқып үйренетін боламыз. Мінекей бұл өрнек 6 қатардан тұрады және бір көзден бар болған осы мінекей. Ал кеттік ендеше осын тоқып көрейік. Мен мына жерде 13 көз алдым және мына теріс жағынан барлық көздерді терісінен тоқып шықтым. Міне деп бастайық. Өрнегіміздің бірінші қатары, бірінші көзді іліп аламыз. Енді қазір біз 2 теріс, 1 оң қылып тоқып, осы қатардың аяғына дейін тоқып шығатын боламыз. 2 теріс, 1 оң, 2 теріс, 1 оң. Мінекей соңғысы 2 теріс, осымен өрнегіміздің бірінші қатары аяқталды. Екінші қатар. Екінші қатарда біз сурет бойынша тоқитын боламыз. Оңды оң, солды сол болып. Ал енді үшінші қатар. 2 теріс. Енді қараңыздар. Мынау оң көзде мінекей. Мынау жоғарыдан төмен қарай санағанда мынау бірінші, екінші көзде. Біз қазір осы 2 көзден және мынау үшінші көзден қазір біз 6 көз алатын боламыз. Мінекей қазір санап отырайық. Мына төменнен мынау екінші көз мінекей. Осы жерден бір көзді осылайынан тартып алдық, бір жіп іліп аламыз. Бұл екінші. Мынау жоғары жақтағы көзге келдік. Бұл жерде мынау үшінші көзді тартып алдық және төртінші. Және мынау бірінші көзге келдік. Бұл жерден тағы да бір көз тартып алдық. Міне 5 болды ғой. Тағы да бір жіпті іліп аламыз. Осыменен 6 көз болды. 2 теріс. Тағы бір қайталап жіберейін. Мінекей. Жоғарыдан төмен қарай санап, мінекей. 1, 2. Енді осы жерден санаймыз қазір. 1, 2, жоғары қарай барамызда. Бұл жерде 3, 4, одан жоғары қарай, бұл жерде 5. Және де бір көзді іліп алсақ, осымен 6 болады. Дәл осылай осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. 1, 2, мінекей екіншіден бастадық. 1, 2, 3, 4, және 5, 6. Соңғысы 2 теріс. Осымен өрнегіміздің үшінші қатары аяқталды. Енді төртінші қатар. 2 оң. Енді мына жерде мінекей мына жерде іліп алған жіптерді ғана босатып жіберетін боламыз. Мен қазір ұзын жіпті қоя тұрайын. Енді анық көріну үшін іліп алған жіпті босатып жібереміз. Мына көзді іліп аламыз. Мінекей мынау іліп алған жібіміз, бұны босатып жібереміз. Мынау көзді іліп аламыз. Мынау іліп алған жіпті босатып жібереміз. Мінекей мынау соңғысы көз. Бұларды осылайынан ұзынан тартамыз. Мінекей. Жұмыс жібін бері қарай алып келіп, мінекей осы үшеуін осылайынан тартамыз да, тоқымай оң білдекешке ауыстырып жібереміз. Ұзын жіп алда қалады. 2 оң. Тағы бір қайталап жіберейін. Мінекей іліп алған жібімізді мінекей босаттық, көзді іліп алдық. Іліп алған жіпті босаттық, көзді іліп алдық. Іліп алған жіпті босаттық, көзді іліп алдық. Бұл үшеуін біз осылайынан шамалы тартыңқыраймыз. Ұзын жіпті алға қарай жібереміз да, бұл үшеуін оң білдекешке ауыстырып жібереміз. Дәл осылай осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз.
Мінекей осымен 4-ші қатарда аяқталды. Енді 5-ші қатар. 2 теріс, мынау жаңа 3 ұзын оң көздері, біз бұларды оң қып тоқып жібереміз. Мінекей көрдіңіздер ғой. Өрнек мінекей шығып келе жатыр. 2 теріс, үшеуін бірге оң қып тоқып жібереміз. 2 теріс, үшеуін бірге оң қып тоқып жібереміз. Соңғысы 2 теріс, осымен өрнегіміздің 5-ші қатары аяқталды. Мінекей көрдіңіздер ғой. Өрнек әдемі болып шығып келе жатыр. Енді соңғы 6-ші қатар. 6-ші қатарда біз сурет бойынша тоқитын боламыз. Оңды оң, солды сол қылып. Бар болған осы. Мінекей осымен 6-ші қатарда аяқталды. Мінекей. Негізі мына бір тіннен тоққан әдемірек болады. Менде мынау 2 қабатталған, 2 тіннен тоқылғаннан кейін онша болмай тұр. Менің бар жібім осы болғаннан кейін тағы ауыстыратын боламын бір тінге. Шамалы жуандауға, сөзі әдем болады. Мінекей көрдіңіздер ғой. Бір тіннен әдемі болып тұр. Және де ақ жіппенен керемет болып тұр. Енді дәл осылай, мынау 1-ші қатардан бастап қайттан қайталайтын боласыздар. Сол кезде осындай әдемі өрнек шығатын болады. Мінекей. Кейбір жерлері әдемі болып көрініп тұр, иә? Мінекей мына жерлер. Мінекей бүгінгі көрсетейін деген өрнегім осы болатын. Көріңіздер, тоқыңыздар. Бұл сіздердің қолдарыңыздан келеді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар. Жақсы